Халықтық есеп бойынша сәуірдің ортасы жердің босанатын кезі. Біздің жұлдызшылар мен есепшілер мұны найзағайдың алғаш ойнауымен байланыстырған. Біз оны физикалық құбылыс дейміз, ал бабаларымыз Қызырдың қамшысы деді. Неге қамшы? Өткені сол жарқылмен бірге жер босанады. Қамшы тиген жерге қан жүгіріп, том жібиді. Мұны Google'дың алгоритмі емес, даланың жұлдызшысы айтқан. Қызыр қамшысын сермемей, тамыр жайылмайды. Бұл табиғаттың өзі жазған бұлжымас кодексі. Иә, баршамыз ауа райының тұтынушысымыз. Күн жауа ма жоқ па соған қарап киінеміз. Ал бабаларымыз табиғаттың серігі болды. Олар айсыз түнде жұлдызға қарап жол тауып, боранда шөптің түсіне қарап ел тапқан. Өл арада жауын болса, туар айдың жауынды болатынын айна-қатесіз болжаған. Бұл мистика емес, бұл экологиялық интеллект. Біз середен ертең күн суық па деп сұраймыз, ал бабаларымыз үркер жерге түспей жер қызбайтынын, үркер бақпай шілденің аптабы келмейтінін қанмен сезген. Кімнің есебі дәлірек? Жансыз спутниктің бе әлде жанды табиғатты таныған жүректің бе? Сәуірдің соңына таман тобылғы жарған келеді. Сұп-суық жел соғып, бүршіктер жарылады. Мұхтар Әуезовтің Абай жолында табиғаттың осы бір өткір мінезі қала суреттелуші еді. Табиғат нағыз шебер. Ол аласапыранмен лайсанға батырып, артынша құс қанатымен үміт сыйлайды. Біз неге асығамыз? Неге табиғаттың ритміне ілесе алмаймыз? Біз қонақтан қорыққан халықтың ұрпағымыз. Сақтық, қорқақтық емес, сақтық, табиғатпен үндестік. Көне тобылға бүршік жармай, біздің ішкі әлеміміз гүлдемейді. Сонымен досым, бүгінгі әңгіме ауа райы емес, сол ауа райын болжаған халықтың көрегендігі туралы. Смартфоныңдағы цифрлар жансыз сандар ғана, ал ата-бабаның болжамы табиғатпен бетпе-бет келіп, тілдесуден туған ақиқат. Олардың болжамы неге айна-қатесіз келеді? Өйткені олар аспанға ары мен жерге жанымен қарады. Біз бүгін сол табиғат файлын оқи алмайтын халге жеттік. Экранға телміріп, даланың үнін естуден қалдық. Сондықтан досым, смартфоныңа емес, терезеңе қара. Қызыр қамшысын сермеді ме? Демек, жаңа өмір басталды. Сен сол жаңаруға, сол табиғи болмысыңа қайтып оралуға дайынсың ба? Еуропаның метеостанциялары әлі жоқ кезде біздің далада амалдар жүйесі жұмыс істеп тұрды. 7 амалдың әрқайсысы бұл табиғаттың ос жүйесі сияқты. Сен ата-бабаңның көргендік мектебіне сенесің бе? Пікіріңді жаз. Сәуірдің ортасы Қызырдың қамшысы құтты болсын. Тіршілік оянсын.